Сәлем, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін әдеттегідей менімен бірге үй тазалаңыз. Менің бүгінгі өзіме қойған тапсырмам бұл мына духовкамды тазалау. Кешкі асқа кеш пісіргем. Сол духовкада ішіндегі сливки тасып, барлығы көк түтін болған. Тамақ дәмді шыққанмен духовканың іші осылай болып қалды. Соны қазір бірге тазалайық. Ішіне төгілген тамақ қалдығын әуелі көбікті сумен жуып көрмекші болдым. Онымен ешқандай көмектеспеді. Алайыстым, бұлайыстым, ешқалай кетіре алмадым. Ал темір қырғыш щетканың көмегіне жүгінуге қорықтым. Өйткені духовкамның ішін қырып, сызып бүлдіріп алам ба деп қорықтым. Тек қарапайым губканың көмегімен ғана тазалағым келді. Бірақ көбікті сумен губка көмектеспеді. Сондықтан әзеліктің көмегіне жүгінуге тура келді. Духовкамның бұнша лас болғаны бұл бірінші рет шығар. Бірінші рет тамақтасып осынша күйдіріп алдым. Бірнеше жылдың ішінде, бірақ ішін бүлдіріп алам ба деп қорықтым. Шынымды айтсам, әзеліктің де күші жететініне сенімді болғанымен ұзақ ұстасам қатты бүлдіріп алам ба деп қорықтым. Сондықтан бірден шаштым да тазалауға кірісіп кеттім. Азелитте өз жұмысын жақсы атқарды. Бірден ішіндегі тамақ қалдықтарын барлығын ерітіп, ал мен ерігендерін ешқандай күш салмай, тек губканың көмегімен сүртіп ала бердім. Тіпті духовканың қақпағына дейін түтін көктегенде барлығын бүлдіріп тастаған. Соның барлығын жуып алдым. Негізінде духовканың ашылып жабылмалы есігі алынады. Бірақ үйде жолдасым болмағандықтан мен оны алып өздігіммен қайта салуға қорықтым. Бір нәрсесін үйлестіре алмай қалам ба деп. Сондықтан осылайша тазалауға тура келді. Көріп тұрғандарыңыздай тап-таза болды. Енді қазір ішін барлығын құрғатып, қарапайым қағаз салфетканың көмегімен сүртіп аламын. Өйткені дымқылдай қойсақ, қайтадан духовканы қосқан кезде ол іші испарение болып буланып, тағы да духовканы бүлдіріп алуыңыз мүмкін. Ал духовкамның есігін осы Вайлдберриден алдында сіздерге көрсеткен заказ беріп алдырған тазалағыш құралымен және салфетканың көмегімен жай ғана сүртіп аламын. Духовкам қайтадан тап-таза болды. Менің көңілім орнына түсті. Әйтпесе қатты қорыққам, күйгеннің орнына қалып қояма, кетіре алмай қалам ба деп. Ал енді ішіндегі решеткасын тазалаймын. Сонымен менің духовка тазалау процесім аяқталды. Мен барлығын жуып тазалап болдым. Болам дегенше, мына жерді реттегенше алдын Каспий магазиннен мұздатқыш заказ бергенбіз. Сол келіпті. Балалар қазір барлығын ашып көрсетеміз, өзіміз тексеріп береміз деді. Соны сіздерге бірге көрсетейін. Бір апта бұрын заказ бергенбіз, уақытылы келді. Каспий магазиннен қорықпай заказ берсеңіздер болады екен. Әуелі басында біраз ойланғанбыз, ойдағыдай болмай қала ма, мүмкін бір жері бұзылып келе ма деген сияқты, онымен барлығы ойдағыдай.
алып келген курьерлер өздері барлығын сыртын ішін толықтай тексеріп барлығын түсіндіріп береді. Бірақ тоққа қоспайды екен. Тоққа тығып сізге морозилканы бізге қосып көрсетпеді, өйткені ішіндегі фреоны әбден жайылып орналасу керек, бірден қосуға болмайды деді. Сондықтан тек сыртын ішін соларын ғана тексеріп берді. Балалар кетіп өзім қалған соңда тағы бір тексеріп шықтым. Ішінде мынандай құлақшасы бар екен, есігінің кілті бар екен, морозканы тазалайтын өзінің қырғышы бар екен, және мұз қатыруға арналған арнайы ыдыс бар екен. Басқасы барлығы ойдағыдай болды. Ішін сіздерге осылай тағы бір көрсетіп жіберейін. Ал енді қарап болсақ, мына жерді қоқытып кетті барлығын, соларды реттеп алайын. Осы жерді тазалап алсам, бүгінге өзіме қойылған үй жинаудағы тапсырмаларым аяқталды. Видео ұнаса, маған лайк басып, каналға тіркеліп, мені қолдауды ұмытпаңыздар. Менімен болғандарыңызға көп рахмет.